Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен отбасыңызбен тойып, тамсанып, рахаттанып жейтін мороженыйдың, яғни дарбыздан жасалынатын өзгеше мороженыйдың түрімен бөліскелі отырмын. Өте қарапайым, бірақ өте ерекше әрі қызықты. Отбасыңыздың әрбір мүшесіне толықтай жететін көп мөлшерде осындай мороженыйдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер видео рецепт қызықтырса, видеоның соңына дейін менімен бірге болып, міндетті түрде арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видео рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ал ендеше достар, бізге ең бастысы осындай дарбыз, яғни бір жерде қарбыз деп аталынады. Осындай дарбызымыз қажет болады, және оның ортасынан бөліп, міне осылай теңдей түп-түзу етіп бөліп алуымыз қажет. Және оның жанынан міне дөңгелекше етіп, тағы да осылай теп-тегіс, бір тегіс етіп, асықпай осылай бөліп алуымыз қажет болады. Міне осылай бөліп алдық. Міне теп-тегіс, бір тегіс етіп бөліп алдық. Енді оның ішіндегі міне қызыл бөлігін пышақпен осылай бөліп, жасыл бөлігінен ажыратып алуымыз қажет болады. Міне осылай ажыратып алдық. Енді міне осы қызыл бөлігін бірнеше бөліктерге бөліп, арасындағы міне дәнектерінен ажыратып, міне осылай ажыратып аламыз дәнектерінен. Егер толыққанды ажырата алмасаңыз, қалған бөлігін блендерда ситодан өткізіп жатып тазалап алатын боласыз. Енді бізге блендер қажет болады. Міне блендерға дарбызымыздың біршама бөлігін салып, жақсылап блендерлеп алатын боламыз. Міне енді ситодан өткізіп, жаңағы қалып қойған біршама дәнектерінен тазартып алатын боламыз. Міне барлығын осылай құйып тазартып алдық. Енді қайтадан блендерімізге құйып аламыз. Мінекей блендерімізге құйып аламыз. Енді бізге сливки қажет болады, және сливкимізді құйып аламыз. Және бірнеше қасық дәміне қарай сахарный пудра, яғни қант ұнтағын қосатын боламыз. Міне болғаны достар, осы 3 ағзаттан тұратын ерекше мороженое болып шығады. Енді жақсылап бетін жауып, блендерлеп алатын боламыз. 1-2 минуттай осылай жақсылап блендерлеп аламыз. Міне қоймалжың қалыпқа келетін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай қоймалжың қалыпқа келеді. Егер де қызыл түсті болған қаласаңыздар, краска пайдалансаңыздар да болады. Енді достар, осындай дөңгелек ыдысыңыз немесе тақтайшаңызға міне осындай пленкамызды төсеп аламыз астына. Мен осындай пищевой пленканы пайдаландым. Енді үстіне жаңағы кесіп алған дарбыздың бөлігін қоятын боламыз. Міне осылай қойып аламыз. Енді осылай алдын ала пышақпен осылай кесіп, бөліктер салып қосаңыз болады. Енді сол әрбір кесілген жерден міне пышақпен кішкене тесіп алып, осы мороженыйдың таяқшаларын салып шығатын боламыз. Міне осылай салып шығамыз. Пышақпен асықпай, өте аккуратны түрде осылай кішкене тесіп алып, осы мороженый таяқшаларын жаймендеп қадап шығатын боламыз. Міне осылай барлығын қадап алдық. Енді достар, осының үстіне асықпай жаңағы блендерлеп алған массамызды құйып алатын боламыз. Кез келген қасықпен немесе басқа да тегістейтін заттармен бетін тегістеп, барлық жеріне толыққанды осылай жетпеген жеріне қайтадан құйып, бір тегістетіп осылай тегістеп, толыққанды жеткізіп шығатын боламыз. Енді үстіне осындай шоколадтың бөліктерін қойып шығамыз. Арнайы магазинде де бар, немесе маған ұқсап осылай
шоколадты ерітіп осындай пішінде жасап шықсаңыздар болады. Міне бұл дарбыздың дәнектері ретінде көрінетін болады. Енді морозильникке қатқанша кемінде 4 сағаттан асық уақытқа қалдырамыз. Ал енді бұл мороженое өте көп мөлшерде жасалынады. Міне қалған бөлігін осындай контейнерге салып, оны да қатырып алсаңыздар болады. Менде осынша бір шама тағы да қалғандықтан оны да ыдысқа қойып қатырып алдым. Міне достар, отбасыңызбен тойып рахаттанып жейтін мороженойлардың бірі болады. Міне морозильникке салып, оны да қатырып алатын боламыз. Міне менің мороженойым дайын болды. Осылай шығады. Жаңағы алдын ала кесіп қалдырған белгіңіздің тұсынан осылай асықпай, жасыл бөлігін өте абайлап, әдемілеп кесулеріңіз қажет. Сол кезде бүлінбейтін болады. Міндетті түрде осы жасыл бөлігін асықпай кесіп алыңыздар. Осылай шығады. Өте ерекше, өте қызықты, отбасыңызға толықтай жететін тойымды мороженойлардың бірі. Егер сізді қызықтырса, міндетті түрде жасап көрулеріңізді ұсынамын. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Өте ерекше мороженойлардың бірі. Менің балаларыма өте қызықты болды, таң қалып, тамсанып жеді. Өте қатты ұнады. Өзіме де, балаларыма да өте қатты ұнады. Міне әр бөлігін осылай абайлап алып алуымыз қажет болады. Дұрыс кесілмей қалған жері болса дұрыстап кесіп, осылай барлығын бөліп аламыз. Міне осылай шықты достар. Өте ерекше. Ешқай бір жерде сатылымда жоқ. Ерекше мороженоны жасап, отбасыларыңызды, балаларыңызды таң қалдырып қуансаңыздар болады. Міне қалған бөлігі де осылай қатып дайын тұр. Ал достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, жандағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоның соңына дейін менімен бірге болған әрбір жанға алғысым шексіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Келесі видеода ішек қарынды басты дұрыс тазалаумен бөлісетін боламын. Барлықтарыңызды күтемін достар.